Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді, ерекше пирог жасайтын боламыз. Сармай қажет болады. Бізге бөлме температурасындағы сармайдың үстінен қант және де 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Сармай мүмкіндігінше бөлме температурасында тұрған болса, өте әдемі болады. Енді үстінен разрыхительді саламыз және де какаоны салып, жақсылап бір миксерлеп алатын боламыз. Енді оның үстінен еленген ұнымызды саламыз. Мүмкіндігінше какао, ұн барлығын ұн елегішпен өткізіп алсаңыздар, тіптен керемет болады. Ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, себебі құрамында сармай болғандықтан. Өте керемет, жұмсақ, дәл осындай әдемі қамыр пайда болады. Енді бізге салмасына қаймақ 20%, және де үстінен қант, одан кейін жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Негізі қант ұнтағын салсаңыздар тіптен керемет болады. Менде қант ұнтағы болмағандықтан қант салдым. Сол себепті қанты ерігенге дейін жақсылап араластыруыңыз керек болады. Қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар да болады. Ванилин ерекше дәм береді. Міне осымен дайын. Содан соң демалып тұрған қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Және де үйіңіздегі үлкендеу формаға, мейлі домалақ болсын, немесе менікі сияқты 4 бұрышты формада болса да, қамырларыңызды жайып біркелкі етіп аласыздар, шет-шетін шығарып. Енді қаймақты массамызды құямыз. Міне қараңыздар, үлкен болып шығады, өте үлкен форма. Алдын ала пештеріңізді қыздырып қоясыздар. 170 немесе 170 градус шамасында 40-45 минут шамасында пісіп шығады. Қараңыздар, осы массамыз толықтай суығаннан кейін үстіне шоколадты полный ертіп құйсаңыздар да болады, немесе мен сияқты әрлеу мақсатында осылай құйып шықсаңыздар да болады. Енді осыны 4 бұрышты етіп кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Үстіне жеміс-жидек қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дастарханға дәл осылай кесіп ұсынсаңыздар болады. Дәл осы тәттілердің барлығы менің YouTube каналымда бар. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.